Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін баклажаннан осындай өте дәмді болып шығатын қыстық салат дайындайтын боламыз. Былтыр мен жасағанмын, аз жапқаныма өкініп қалдым. Биыл көптеп жасайтын боламын. Сіздерге де рецепті ұсынғым келіп тұр. Дәмін бір көрсеңіз қайта-қайта жей бергіңіз келеді. Менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге қажетті нәрселер: қызанақ, болгар бұрышы, пияз, баклажан қажет болады және сарымсақ. Баклажанды алып, осылай майдалап, кубик етіп турап алатын боламыз. Достар, мен өз арнамда қысқа сақталатын салат, вареньелердің өзім жылда жасайтын керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығын осылай майдалап турап алғаннан соң бір ыдысқа салып, үстіне тұз сеуіп, араластырып бірнеше уақыт қалдыратын боламыз. Баклажанның соғы бөлініп шығатын болады. Келесі кезекте пиязды алып, оны да кубиктап майдалап турап аламыз барлығын. Пияз турап жатқан кезімізде қазанымызға майымызды құйып, қыздырып дайындаймыз. Қатты қызып тұрған осылай тексеріп аламыз да, пиязымызды салып, қызарғанша, сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды алып, оны да осылай майда бөліктерге бөліп шығамыз, турап шығамыз кубик етіп. Мінекей барлығын турап алдық. Енді осыны пияздың үстіне салып қуыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте тәтті болгар бұрышын алып, оны да кубиктап тураймыз, майдалап турап аламыз. Турап жатып, қазандағы қызанағымызды қозғап тұруды да ұмытпаңыз, асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай турап аламыз. Қызанақтарымызды 20-25 минут аралығында осылай бұрқылдатып, қайнағанша араластыратын боламыз. Үстіне тәтті болгар бұрышын қосамыз. Баклажандарымызды бөлек ыдысқа осылай сөлін сығып, ауыстыратын боламыз. Астында сөгі қалатын болады. Түбінде баклажанның су артылатын болады. Ол баклажанның қышқылдығын кетіреді. Мінекей осылай 10-15 минут бойы осылай қуыратын боламыз. Астын жақсылап араластырып тұрамыз. Үстінен баклажанымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, біраз уақытқа қайнатамыз. Енді татымына қарай тұз, құмшекер қосамыз. Толық ингредиентті описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Астын орташа отта қойып, 40-50 минут аралығында қайнатамыз. Астын қозғап тұруды ұмытпаңыз сол аралықта. Келесі кезекте сарымсақтарымызды алып, оны да майда бөліктерге бөліп турап аламыз.
Аскөкті алып, оны да тураймыз. Пісуге жақын қалған аралықта осылай майы бетіне шығып, қоюлығының бәрі астына түседі. Сол кезде дайын болып қалды деген сөз. Осы сәтте үстінен сарымсақ пен аскөгімізді салып, араластырып, тағы 10-15 минут қайнатамыз. Сонымен біздің баклажаннан жасалған өте дәмді салатымыз дайын болды. Ешқандай уксус қосудың қажеті жоқ. Енді стерилденген буланған банкімізге құйып ала береміз. Дайын болғанда түрі осындай әдемі болып шығады өзінің. Банкаларымызды міндетті түрде булап аламыз. Осылай барлығын қою мен сұйығын араластыра отырып, құйып аламыз да банкімен ораймыз, теріс қаратып, жылы жерге қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Менің видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет. Қазақ фуд блогының дамуына үлес қосқыңыз келсе, подписация етіп, достарыңызбен бөлісіп отыруды да ұмытпаңыз. Осылай алып, нанға батырып жесеңіз, дәмі тіптен керемет болып шығады. Түрінің өзі қандай тәбет ашарлықтай болып тұр. Асыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.